Сәлем қыздар, бүгін сіздерге жұмсақ үлпілдек бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ыдысымызға жылы сүтімізді, суымызды құйып аламыз. Бір жұмыртқа, дәміне қарай қант, бір ас қасық дрожж, бір шай қасық тұз саламыз. Сұйық май құямыз. Електен өткізілген ұн салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осылай жақсылап иін қандырып, қамырымызды илеп аламыз. Сұйық май қосып шамалы. Бетін пакетпен жауып, 1 сағатқа жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Мен пешті 20 градусқа қойып, ішіне жаңа илеген қамырымды салып қоям. Жылы болып, сол кезде жақсы көтеріледі. Міне осылай менің қамырым көтерілді. Енді тағы да бір 30 минутқа қойып аламыз. Тағы да бір рет көтерілу керек. Міне қыздар, біздің қамырымыз көтерілді. Осылай. Енді ұн сеуіп, болмаса сұйық май жағып, орташа қалыңдықта жайып, дөңгелек етіп кесіп шықтым. Сіздер дөңгелек етіп, болмаса 4 бұрышты етіп кесіп аласыздар. Дөңгелек етіп кесіп алған қамырымызды бетін жауып, тағы да бір 15 минутқа қойып аламыз. Содан соң қызып тұрған майымызға екі жағын қайта-қайта аунатып отырып пісіріп аламыз.
біздің жұмсақ үлпілдек бауырсақтарымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.